Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін қыз балаларға, әйел адамдарға арналған осындай ажурный макаси тоқып үйренеміз. Мені көріп, бірге тоқып үйреніңіздер. Және де тіркеле кетеміз. Бұл макасиға керекті заттарымыз: табан. Оның табанымыздың әрбір жерінде өзі арналған тесіктері бар. Сол сияқты жібек жібіміз. Оны тоқуға крючогымыз керек. 1 мен 2. Оның 1 жеген жағымен тоқимыз. Және де арасында мынандай маркерлеріміз керек. Жібек жіптерді қиғанға оттығымыз қажет. Енді сабағымызды бастайық. 1 жағымен мына жердегі арнайы тесіктерімізден алып, жібімізді өткізіп, ары қарай әрбір тесіктерін 3 талдан тоқып отырамыз. Бір тесіктен бір өткізіп алып, келесі тесігімізден осылай өткізіп, жібімізді қайтадан тартып, осылай етіп, әрбір тесіктен 3 жіптен өткізіп отырамыз. Осылай әрбір тесігімізден 3 болды. Енді келесі тесігімізден тағы да 3, 1 жібімізді өткізіп, жұмыс жібімізді тартып, шығарып, 2 болады. Соны бұлай біріктіріп, осылай 3, 2, мына 3-шісі болды. 3 өстіп, әрбір табанымыздағы әрбір тесігіне осылай 3-3-тен тоқып алып отырамыз. Осылай крючогымызды кіргізіп, жібімізді, жұмыс жібімізді іліп, шығарып, 2-2-сін біріктіріп, осылай тоқып отырамыз. Осылай әрбір тесіктен 3-3-тен айландырып, тоқып, келесі мына бетіне дейін келеміз. Осылай айландырып келеміз, міне, осылай. Бұл жерден әрбір тесіктен 3 алып отырсаңыз, аяққа ыңғайлы, тар болмай тоқылады. Кигенде адамға аяғына ыңғайлы болады. Сондықтан әрбір тесіктен 3-тен алып тоқығанымыз өзімізге ыңғайлы. Аяққа кигенге клиентіңіз де риза болып киеді. Осылай тоқимыз, міне. Осылай әрбір тесіктен 2, 3. Жаңа алдында бастағанда біреу іліп кеттік қой, сол жерден енді 2 тоқимыз. 1, 2. Одан кейін алдындағы мына жіпке бекітеміз. Бекітеміз дегеніміз шалып алып тоқимыз. Енді бір воздушный көтеріп, одан кейін мына жердегі әрбір тесігімізден жай жіппен тоқып шығамыз. Осылай. Әрбір мына жерде әрбір тесігімізден бүйтіп алып, 2 жіп болады, тоқып отырамыз. Әрбір жібімізден. Әрбір тесіктен алдындағы тоқып кеткен жібімізден осылай әрбір тесігімізден өстіп, ешқандай да жіп салмай, осылай тоқып отырамыз. Осылай негізі тоқып, бір қатар жүргізіп шығамыз. Бір қатар осылай жүргізіп шығамыз. Өстіп, әрбір тесігімізден өстіп алып, бір қатар бүйтіп айландырып, мына жерге келгенде бекітеміз. Сол жерден тоқиық, мен ары қарай тағы көрсетемін. Міне өстіп, бірінші қатарымызды осылай алып келіп, осылай тоқып, мына жердегі жаңағы бірінші алған воздушный жібімізге бұлай бекітеміз. Одан кейін тағы бір воздушный алып, мына аяқ киімде көріп тұрғаныңыздай, мына 2 қатар табанында 2 қатар тоқылған. 2 қатар емес, бұл жерде бір қатар жүрдік қой. Енді осыны тағы бір қатар үстінен жүреміз, тағы бір қатар тоқып, оның үстінен тағы бастырамыз.
екінші қатарды былай жүргіземіз. Мына тесіктен алмаймыз, астыңғы жібінен, астыңғыдан алып, астыңғысынан. Үстіңгі жаңағы алдыңғы алған сияқты тоқымаймыз. Мына жерден емес, оның астынан алып отырып тоқимыз. Астынан алып, астыңғы жіптен алып тоқимыз. Не көрдіңіздер ме? Міне астыңғы жібінен алып тоқимыз. Мына жіптен емес, астынан аламыз. Өстіп, ары қарай жалғастырып, екінші қатарды тоқып шығамыз. Бәріне астынан алынып, өстіп. Үстінен емес, астынан алып, өстіп, екінші қатарымызды тоқып шығамыз. Осылай тоқи береміз. Астыңғы қатардан алып, түгелдей. Астынан аламыз. Бірінші қатардан. Мына жерден емес, мына тесіктен алып тоқимыз. Осылай ары қарай жалғастырып, жаңағы мына бастаған жібімізге дейін айландырып алып келеміз. Қатарымызды міне айландырып келдік. Осылай аяқтаймыз бір қатарымызды. Өстіп, астынан алып, осылай астынан алып тоқып келіп, алдыңғыға бекітеміз. Енді жаңа мен айттым ғой, екі қатар тоқимыз деп мынандай. Ендігі қатарды жаңағы бірінші қатарымыз сияқты жай ғана мына жердегі тесіктен алып, үстіндегі жіптен тоқып аламыз. Енді осылай ары қарай өстіп әрбір тесіктен астынан емес, үстінен бір қатар осылай тоқып шығамыз. Бір қатар ары қарай жалғастырып, жаңағы бірінші қатарымыз сияқты осылай тоқимыз. Бірінші қатар секілді осылай тоқып отырамыз. Тағы да осыны айландырып келіп, мына жерге әкеліп қосамыз. Ал енді жаңа айттым ғой, бір қатар оң тоқып алдым. Одан кейін екінші қатар астынан алып тоқыдым. Осылай астынан алып тоқып шықтым. Содан кейін воздушный жібімізге бекітеміз. Мына енді айттым ғой, мына екі қатар тоқимыз деп. Осы екі қатарымызды міне тоқып болдық. Осылай екі қатарымыз тоқып болдық. Енді жібімізді қиып алып, оттықты осылай қиып аламыз. Былай бұны қайшымен қиып тастасаң тарқатылып кетеді жібек жіп. Осылай шығарып алып, бекітіп аламыз. Бекітіп тастаймыз. Немесе келесі тоқығанда арасына қосып тоқып жібереміз. Енді мына алдындағы узорымызды бастаймыз. Ол үшін алдынан тура ортасынан жіпті белгілеп, теріс жағынан жіпті тура ортасына алып, осы жерден тура ортасынан бекітіп, бұлай қарай 5 жіп санап, 1, 2, 3, 4, 5 жіп санап алып, енді жібімізді осы жерден бекітіп бастаймыз. 1, 2 воздушный жасап, воздушный жіп жасап, бір, екі жіп тастап, үшіншісіне бекітеміз, тоқимыз. Одан кейін 5 воздушный жасап, 1, 2, 3, 4, 5 воздушный жасаймыз да,
үшеу тастап, біреу, екеу, үшеу тастап, төртіншісіне бекітеміз. Бұлай тоқимыз іліп алып. Одан кейін екі воздушный, үш воздушный жасап, екеу тастап, біреу, екеу тастап, үшіншісіне бекітеміз. Одан кейін жанынан үш жіп біріктіреміз. Біреу, ал енді айландырып аламыз да, бір, екі, үш воздушный тоқып, алдыңғы мына үш воздушныйымызға бекітеміз, тоқимыз. Одан кейін бір воздушный жасап, ортадағы 5 воздушныйға 7 накидпен бұлай жіпті шаламыз. Осы жерден 7 шалып 7 рет тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Шалып тоққан дегеніміз, бұлай кружогымызға жіпті шаламыз, одан өткіземіз. Міне 3 жіп болады, соның екеуін бір рет, екеуін бір рет. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жетеу тоқыдық қой, енді бір воздушный жасап, келесі 3 воздушныйдың тоқимыз. Одан кейін мына жағы сияқты. Мына жерде воздушный, енді 1, 2, 3 воздушный жасап, 1, 2 жіп тастап, үшіншісіне бекітеміз. Одан кейін тағы 3 бұлай тоқымаймыз, шалып алып бекітеміз. Үшеу, екеу, үшеу. Енді жұмысымызды айландырып, енді 3 воздушный жасап, біреу, екеу, 3 воздушный жасап, аяқ киімізді айландырып, мына жердегі жаңа 3 воздушныйымызға апарып тоқимыз. Одан кейін бір воздушный алып, алдындағы тоқылған жетеудің үстінен тағы 7 с накидом шалып алып тоқып шығамыз. Араларында және де әрқайсының арасында бір воздушный. Біреу, бір воздушный жасаймыз. Екіншісі, екеу, арасынан тағы бір воздушный жасаймыз. Үшеу, бір воздушный жасап, төртеу, арасында бір воздушный, бесеу, арасынан тағы бір воздушный жасап, алтау, воздушный жасап, жетеу, алдыңғы тоқыған 7 с накидом тоқыған, шалып тоқыған жібіміздің үстінен тағы 7 шоқып тұрамыз, арасында бір воздушныймен. Одан кейін тағы бір воздушный алып, жаңағы алдыңғы 3 воздушныйымызға алып бекітеміз. Одан кейін 1, 2, 3 воздушный жасап, 1, 2, 3 тастап, 2 жіп тастап, үшіншісіне бекітеміз. Және де мына жерден 3 жіпті тоқымай, бұлай шалып алып бекітіп отырамыз. Енді үшеу бекіткеннен тағы 3 воздушный тоқып, 2, 3, мұндағы воздушныйға
тоқимыз. Одан кейін мына жерде жетеу тоқыдық қой, соның жетеуінің мына воздушный тоққан жерге біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, алты мынандай міне осы жетеудің ортасынан міне біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алты осындай гүл тоқып шығамыз. Жіпті шаламыз. Гүл тоқу үшін жібімізді шаламыз. Мына тесіктен іліп аламыз. Бұлай ұстап, тағы бір шалып аламыз. Бір, мынау екі, осылай 5 рет. 3, 4, 5. 5 рет шалып тоқып алғасын. Бесеуін барлық жіпті бұлай біріктіреміз. Одан кейін бір воздушный жасап, келесі тесікке тағы бір гүл жасаймыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Міне осылай алып, 6 тал гүл шығаруымыз керек. Міне екеу болды. Ал міне 1, 2, 3, 4, 5 гүл тоқыдым. Енді 6-шысын тағы бір көрсетейін. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Одан кейін міне мынандай сияқты. Одан кейін бір воздушный тоқып, мына тұрған мына кетке біріктіреміз. Одан кейін 1, 2, 3 воздушный тоқып, 1, 2, екеу тастап үшіншісіне тоқимыз. Одан кейін тағы бір үшеу бекітеміз. Біреу, екеу, үшеу. Одан кейін не? Бұландай гүл шықты. Енді 5 воздушный тоқып алып, шалып алып, 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушный тоқып, мына жердегі 3 воздушныйымызға. Одан кейін 1, 2, 3 воздушный жіп жасап, мына жерде 1, 2 гүл тастап, үшінші гүлге біріктіреміз. Одан кейін 1, 2, 3 воздушный тоқимыз. Салып аламыз. 1 гүл тастап, 1, 2, 3 воздушный, 1 гүл тастап тоқимыз. Одан кейін 1, 2, 3 воздушный жасап, мына жердегі воздушный алдыңғы жасаған 3 воздушныйға біріктіреміз. Одан кейін 1, 2, 3, 4, 5 воздушный жасап, 1, 2 тесік тастап, үшіншісіне тоқимыз. Одан кейін жанынан тағы 3 жіп бекітеміз. 1, 2, 3. Енді мына гүлімізді шығардық. Мына гүліміз шықты.
мына гүліміз. Енді мына жанындағы екі гүлді шығарамыз. Шөбіріктерді енді алып мына 5 воздушныйға тағы да мынандай накидпен 7 снакидамыз столбик тоқимыз. Біреу жіпті шаламыз. Одан не қыламыз міне? Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, жеті шалып тоқыдық. Енді келесі мында бекітеміз. Одан кейін 1, 2, 3 воздушный жасап, келесі мына жердегі 3 воздушныйымызға тоқимыз. Одан кейін тағы да 1, 2, 3 воздушный алып, келесіге тоқимыз. Осы жерлерге 3 воздушный тоққан алдыңғы. Біреу, екеу, үшеу тоқимыз. Одан кейінгі воздушный жіпке тоқимыз. Одан кейін енді мына келесі жағындағы 5 воздушныйымызға тағы да 7 столбик с накидом тоқып шығамыз. Біреу, бір тоқыдық. Енді 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді 1-2 жіп тастап үшіншісіне тоқимыз. Тағы да 3 жіп бекітеміз. 1, ой. Bir, екі, үш жіп. Енді бір воздушный алып, аяқ киімімізді айландырып, әрбіріне 7 тоқыған 7 жібіміздің үстінен тоже шалып 7 жіп тоқып шығамыз. Бір арасында бір воздушный жіп, 2, bir воздушный 3, воздушный жіп 4, 5, 7 тоқып алдық. Енді бір воздушный жасап, мына жерімізге бекітеміз. Одан кейін 1, 2, 3 воздушный жасап, келесі воздушныйға бекітеміз. Тағы да 1, 2, 3 воздушный жасап, мына жерімізді, мына тесігімізге воздушныйға бекітеміз. Енді бір воздушный жасап, келесі беттегі гүлімізге өтеміз. Ол жерге де тура жаңағындай 7 накидпен шалып алып, арасында бір воздушныймен мына жерге дейін тоқып өтеміз. 7 тоқып алдық, арасында накидпен, одан кейін 2 тастап үшіншісіне бекітіп, одан кейін 3 жіп тағы бекітеміз. Енді бір воздушный аламыз. Осы әрбір жаңағы шалған
жіптеріміздің ортасынан міне мынандай 6 тал гүл шығарамыз. Гүлді бұлай шығарамыз, бұлай шаламыз. 1 2 3 4 5 осылай өткіземіз. Одан кейін бір воздушный тоқимыз. Тағы да келесіге тағы да осылай шалып, мына жақтан жібімізді өткізіп, 2 болды, 3 4 5 осылай ары қарай жаңа алдыңғы гүлімізді тоқып алдық қой. Сол сияқты 6 тал гүл шығарамыз. Одан кейін 6 гүлді тоқып келіп, мына воздушныйға бекітеміз. Арасында 3 воздушный шалып, келесі мына тесігімізге бекітеміз. Тағы да бір воздушный жасап, мына жаңағы мына гүл сияқты мына жерге тағы 6 гүл жасап бекітеміз. Одан кейін 3 жіп тастап, 2 жіп тастап, үшіншісіне бекітіп, 3 жіп тағы да бекітіп аламыз. Міне осылай мына жағынан 6 гүл, мына жағынан 6 гүл тоқып, мына жерден біріктірдік. Енді міне мына біткен аяқымызды көрсетейік. Міне мына гүлді бас жасадық, мына 2 гүлді жасадық. Енді бұлай 3 гүл жасаймыз. Ол үшін 5 воздушный тоқимыз. 1 2 3 4 5 воздушный тоқып, мына жақтан мына тұрған 1-2 гүліміз тастап, 2 гүлден кейін бекітеміз. Одан кейін 3 воздушный жасап, 1 2 3 1 гүл тастап, 1 2 3 тағы 1 гүл тастаймыз. 1 2 3 воздушный жасап, тағы 1 гүл тастаймыз. Әрбір гүлдің ортасынан 3 воздушныйдан жасап отырамыз. Одан кейін мына екеуінің арасына 1 гүл жасауымыз керек. Оған тағы 5 воздушный. 1 2 3 4 5 воздушный жасадық. Енді мына жақтың 1 гүлі мен мынадан 1 гүлін қосып, екеуінің арасын тоқимыз. 1 2 3 1 гүл тастап, 1 2 3 1 гүл тастап, 1 2 3 тоқимыз. Аяқ киіміміз ары қарай солай үлкейе береді. 1 2 3 4 5 тоқимыз да, 2 гүліміз қалды. 1 2 тастап, үшіншісіне қосамыз. Енді 3 жіп біріктіреміз. Біріктіреміз дегеніміз, тоқымаймыз, тек қана шалып өткізіп отырамыз. Енді біз 2 гүл жасадық қой, мына жерде 7 снакет алдық. Енді 3 гүл жасағандықтан біздің аяқ киіміміз қатты үлкейіп кетпес үшін мына жерден біз сондықтан үлкен болып кетпес үшін жаңа біз алдында 7 снакет алып отырдық қой. Енді бұл жолы да 3 гүл жасағандықтан 6 снакетім, 6 столбик тоқимыз. Мынандай снакетім 1 2 3
3. Енді төртіншімізді аламыз. 5, 6. Өйткені бір столбик кемітпесек, бізде мына жерде 3 гүл жасағандықтан аяқ киіміміз үлкейіп кетеді. 1, 2, 3 жіп шалып алып, келесіге тоқимыз. Тағы да 1, 2, 3 жіп шалып алып, келесіге тоқимыз. Енді жаңа мына жерімізге тоже 6 снайкидан шалып алып, 6 столбик тоқып шығамыз. Одан кейін мынаған біріктіреміз. Одан кейін 3 воздушный тоқып, мынаған біріктіреміз. 3 воздушный тоқып, мына воздушныйға бекітеміз. Одан кейін тағы мына жерімізге 6 жіпті шалып алып, 6 столбик тоқып, 3 жіп тастап мында бекітеміз. Одан кейін 3 жіп тағы бекітеміз. Сосын ары қарай жалғастырып көрсетемін. Бұлай міне тоқып алдық. Мынандай 3 узорымыз шықты. Енді мына жерге біріктірдік. Ал енді келесі жалғасын келесі сабақта көрсетемін.